Астананың көшуі бір қаланың ғана емес, бүкіл елдің тағдырын өзгерткен айрықша мәнді қадам. Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Астананы көшіру туралы саяси шешімі болды. Бүгін елорда мемлекетіміздің өркендеуі мен жаңаруының нышаны, Қазақстанның арманы, үміті және болашағымен байланысты қала. Қазақстанның жаңа астанасының тарихы қалай басталды? Депутаттардың көпшілігі Астананы көшіруге дауыс берді. 1995 жылы 15 қыркүйекте президент Қазақстан Республикасының Астанасы туралы заңның күші бар жарлығы шықты. Жарлықта жоғары және орталық органдары Ақмола қаласы көшіру жөнінде мемлекеттік комиссия құру туралы нұсқау берілді. Ақмола, қазіргі Нұр-Сұлтан, зерттеулері негізінде Алматыға ең үздік балама ретінде таңдап алынды. Ақмоланың қолайлы болуына, оның аумағының үлкендігі, орталықта орналасуы, басты экономикалық орталықтың және елдің байланыс жолдарына жақын орналасуы, демографиялық әлеуеті, дамыған көлік инфрақұрылымы және табиғи қоршаған орта сияқты шешуші басымдылықпен себеп болды. 1997 жылы 20 қазанда тұңғыш президент Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының Астанасы деп жариялау туралы жарлығы шықты. Онда 1997 жылы 10 желтоқсаннан бастап Ақмола қаласы Қазақстан Республикасының Астанасы екендігі, ал Астананың ресми тұсаукесері 1998 жылы 10 маусымда өтетіндігі айтылды. 1998 жылы 6 мамырда жергілікті атқару және өкілетті органдарының өтінішін Ақмола қаласының қауымдастығының қалауымен ескере отырып және Қазақстан Республикасы үкіметінің ономастикалық комиссиясының тұжырымдамасы негізінде Қазақстан президентінің жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Кейін Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы 23 наурызда жарлығымен Астана қаласы Нұр-Сұлтан болып өзгертілді. Жаңа Астананың құрылысы. Астана құрылысының бас жобасын жүзеге асыру жаңа орталық құрылысынан басталды. Астананың жаңа орталығы Бәйтерек монументі салынды. Қазір Бәйтерек Қазақстанның және оның астанасы үшін Мәскеудегі Қызыл алаң немесе Нью-Йорктегі Бостандық статусы тәрізді. Қаланың сәулеттілік тұжырымдамасын жасауда тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қалаға Евразияның келбетін беру керек деген идеясы негізге алынды. Астана құрылысының бас жоспарының авторы Кесси Куаркова болды. Куаркованың бас жобасы бойынша жасалған архитектуралық ансамбльдер заманауи дизайн және азиялық сипатты үйлестірілді. Астанада өз идеяларын британдық белгілі суретші Норман Фостер жүзеге асыра бастады. Ол Астанада бейбітшілік және келісім сарайын, жаңа сауда ойын-сауық орталығы, хан шатырды жобалады. Қазақстанның жаңа астанасын әлем мойындады. 1999 жылы шілдеде ЮНЕСКО әлем қаласы сыйлығымен марапатталды. Сонымен қатар 2008 жылы сәуірде өткен Мәскеудегі байқауда ТМД-дағы ең үздік қала атағын жеңіп алды. Жаңа Астана өткеннің бай мұрасы мен қазіргі заманның ең жақсы жетістіктерін үйлестіріп отыр. Ондағы көптеген нысандар елімізде және шет елдерде өте танымал. Билеп тұрған сұрқұрқақтар, бейбітшілік және келісім сарайы өз ғажайыптары мен саяхатшыларды таңғалдыруда. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен салынған Астана ауқымды ұлттық жобаға айналды. Астана жалпы қазақстандықтардың ұлттық идеясының іргетасы, біздің ортақ мақтанышымыз айналды.